8 тарау. Машина ішіндегі адам қызметкер болудың ең пайдалы тұсы, жолға шыққан ең керемет көліктерді жүргізу мүмкіндігі. Қонақтар Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce көліктерімен келді. Ақсүйектер автопаркі. Менің жеке көлігім болу менің арманым еді. Себебі, мен оны көргендей, олар басқаларға сен жетістікке жеттің. Сен ақылдысың. Сен байсың. Сенің талғамың бар. Сен маңыздысың. Маған қарашы деген күшті ой жіберді. Ирониясы сол, мен оларға, жүргізушілерге, сирек қарадым, тіпті мүлдем қарамадым. Жақсы көлік жүргізіп келе жатқан біреуді көргенде, сіз сирек, вау, сол көлікті жүргізіп келе жатқан жігіт керемет деп ойлайсыз. Оның орнына сіз, вау, егер менде осындай көлік болса, адамдар мені керемет деп ойлайтын еді деп ойлайсыз. Санасыз болсын, болмасын, адамдар дәл солай ойлайды. Мұнда парадокс бар. Адамдар басқаларға ұнау және таңдану керек екенін көрсету үшін байлыққа ұмтылады. Бірақ шын мәнінде, бұл адамдар сізден көбінесе байлықты таңдануға тұрарлық деп таппағандықтан емес, сіздің байлығыңызды өздерінің ұнатылып, таңдану ниеті үшін эталон ретінде пайдаланатындықтан аулақ жүреді. Ұлым дүниеге келгеннен кейін жазған хатымда, сен қымбат көлік, сәнді сағат және үлкен үй керек деп ойлауың мүмкін. Бірақ мен саған айтып тұрмын, сен олай ойламайсың. Сен басқа адамдардан құрметпен таңдануды қалайсың, және қымбат заттар саған соны әкеледі деп ойлайсың. Бұл ешқашан болмайды дерлік, әсіресе құрметтеп, таңданғың келетін адамдардан. Мен мұны қызметші болып жұмыс істеп жүрген кезімде, қонақ үйге Ferrari көліктерімен келе жатқан адамдардың маған қарап тұрғанын ойлай бастаған кезде білдім. Адамдар қайда барса да маған қарап тұрған болуы керек, және оларға бұл ұнағанына сенімдімін. Олар таң қалғанына сенімдімін, бірақ олар менің оларға мән бермейтінімді, оларды байқамайтынымды білді ме? Олар менің көлікке қарап, өзімді жүргізуші орнында елестетіп отырғанымды білді ме? Олар Ferrari көлігін таңданамын деп ойлап сатып алды ма? Бірақ менің және көлікке таң қалған басқа адамдардың көпшілігінің жүргізушілер туралы бір сәтке де ойланбағанымды байқамады ма? Бұл идея үлкен үйлерде тұратындарға қатысты ма? Әрине, солай, зергерлік бұйымдар мен киімдер. Иә, мен байлық қуудан, тіпті сәнді көліктерден бас тарту керек деп айтпаймын. Маған екеуі де ұнайды. Бұл адамдардың әдетте құрметтелуге және таңдануға ұмтылатынын, және сәнді заттарға ақша жұмсау сіз ойлағаннан аз пайда әкелуі мүмкін екенін нәзік мойындау. Егер сіздің мақсатыңыз құрмет пен таңдану болса, ұмтылысыңызда абай болыңыз. Кішіпейілділік, мейірімділік және жанашырлық сізге күш-жігерден гөрі көбірек құрмет әкеледі. Біз әлі Ferrari көліктері туралы әңгімені аяқтаған жоқпыз. Жылдам көлік парадоксы туралы тағы бір әңгіме келесі тарауда.